Сәлем достар, бүгінгі видеомызға қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз сіздермен бірге Blender бағдарламасымен 1 минуттың ішінде жол конусын жасайтын боламыз. Олай болса достар, біз видеомызды бастаймыз. Алдымен достар, біз объекті бөліміне кіріп кубик объектісін аламыз, және біз кубик объектісін дәл осындай өлшем келтіріп аламыз. Енді біз тап батырмасын басамыз, кубиктің үстіндегі бетті белгілеп аламыз. Енді біз мишканың оң жағын басамыз, және біз Pocket Faces деген батырманы басамыз. Осы батырманы басқан кезде бізде дәл осындай X сегменті шығады. Енді достар, біз жоғары қарайтын болсақ, нүктеме тұрады. Дәл осы нүктемен батырмасын басамыз. Енді біз ортасына нүктемен белгілеп аламыз, және біз Shift және Ctrl батырмасын басу арқылы B батырмасын басасыздар. Дәл осылай тартсаңыздар мишканы, сіздерде дәл осындай нүктемені бөлу арқылы сегмент беті шыға келеді. Мишканың сол жағын басасыздар, енді жібересіздер. Енді достар, біз астына қарайтын болсақ, Bevel деп тұрады. Дәл осы Bevel батырмасын басамыз. Bevel батырмасының ішіне қарайтын болсақ, Segments деп тұрады. Осы жерде бізде 1 санын 5 санға көбейтіп аламыз достар. Segments'тің астына қарайтын болсақ, бізде Shape деп тұрады. Осы жерде бізде 0.1 деп тұр. Негізі сіздерде достар 0.5 деп тұру керек. Өйткені 0.5 дейтін болсаңыздар, біздегі бет дәл осылай болып қалады. Енді біз Shape батырмасын басып 0.1 деп жазамыз. Енді біз Bevel батырмасына шығып кетеміз, және біз GZ бағытына қарай жоғары қарай көтеріп аламыз, және біз дәл осылай әкеп қойып аламыз. Енді достар S батырмасын басамыз, конустың басын дәл осылай кішірейтіп аламыз. Енді біз жоғарыда қарайтын болсақ Face деп тұрады. Осы жердегі 3-ші батырманы басамыз, және біз мишканың оң жағын басамыз. Енді қайтадан біз кескіндемен басамыз. Енді дәл осы кескіндемен белгілеп аламыз. Сіздерде дәл осындай шеңбер сияқты белгілеп алады. Енді F батырмасын басасыздар. Міне достар, бізде конус дайын, почти. Енді біз екі жақтағы бұрыштарды белгілеп аламыз. Shift батырмасын басу арқылы дәл осында астындағы 4 бұрыштарын белгілеп, Ctrl B батырмасын басамыз. Ctrl B батырмасын басқан кезде мишканың бұрағысын артқа қарай бұрайсыздар. Вот осы жерге келген кезде сіздерде тураланады. Енді Tab батырмасынан шығып кетесіздер, және мишканың оң жағын басып Shade Smooth және By Angel батырмасын басасыздар. Міне достар, біздегі объекті дайын, ал текстура түстерді қоюды сіздер жақсы білесіздер. Сіздермен болған Xenodales. Видео пайдалы болса арнаға жазылып қолдау білдіріп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.